Жапонияда әрбір бала күніне бөдененің 2 жұмыртқасынан жеп отырады екен. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикіде ішеді деген ақпарат бар. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне бармақтай ғана бөдене жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған деседі. Бөдененің еті болса, ежелден патшалар мен ақсүйектердің дастарханынан үзілмейтін дәмді деликатес саналған. Бүгінде сол бөдененің еті мен жұмыртқасы 1000 түрлі дертке дауа екені дәлелденген. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адам иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Нақтырақ айтсақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Біріншіден, бөдене жұмыртқасы бас ауруына, демікпе мен туберкулезге аса пайдалы. Қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға, сәуле ауруларына ерекше шипа. Бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға пайдалы. Бұлшық ет пен сүйектерді қытайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Ағзаны радионуклеидті тұздар мен ауыр металдардан тазартады. Сондай-ақ адамды жасартатын қасиетке ие. Себебі бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында ең таптырмас өнім саналады. Кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. Б тобындағы дәрумендер де 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Сондай-ақ мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынып тұрса, ер адамның беліндегі қуат артады. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтікіне қарағанда микробтардан таза болады. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Бөдене жұмыртқасының қабығы да өте пайдалы. Жұмыртқаның аршылған қабығын тастамай жуып, газға немесе пешке сәл кептіріп, сосын әбден ұнтақтап алу керек. Мамандар сол ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа немесе суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлемент бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханада сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасының қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті әйелдерге ұсынған абзал. Яғни ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына зор пайдасын тигізеді. Тістердің де маржандай тізіліп, бүлінбеуіне мол әсері бар.